спортымыз оның ішінде 5 асығымыз бар, асық атуымыз бар, және де 9 құмалағымыз бар. Дамып келе жатыр. Өзім 2012-ден бастап осы бәйгеге ат қосып ат дайындап келемін. 2012-де әкем Қазағанда жылқы сатып алып беріп, оны өзіміздің қарапайым жергілікті жылқыға салып, одан бәйге спорт болғасын барлық не болып жатады ғой десеген. Ол кезде адамның аты жүгірмейді, сол себепті адамның ары намысында жүрегі таза болу керек ат ұстау үшін. Жалпы атамыз қазақ атты жылқы малын жалпы жақсы қастерлеп ұстаған ғой, себебі босаға келіп тұрған жаманшылықты осы жылқы малын алып кетеді деген ниетпен. Болмаса ауылдағы нелерің болсын, бар ма осы қызығушылық қасынан бірге жүрген, қасынан тауып жүрген? Біз ең бірінші осы барлығы Алланың, екіншіде әкемнің арқасы. Осы атқа әкеміз үйретті, әкеміз шақыртты, атқа жалпы мінуді, аттан тер алуды, аттан көгіктерін алуды, аттан батпақтерін, өлдіртерін, қара терін, су терін, қамау терін, неше түрлі тері бар, неше түрлі аттың тамағы бар, аттың жүріс-тұрысы бар. Үлкен спорт, өте жіңішке спорт деп айтамыз. Дегенмен түсінген адам өзі бала күнінен қай нәрсені жақсы көреді, сол ісімен айналысса ешқашан шаршамайды деген. Жас өспірімдерге айтар ақыл кеңесі? Жалпы спорт болсын, басқа да мамандық иесі болсын, ең бірінші шамалы адамның арасында кез келген сынақтар болады. Сол сынақтарға қарсы тұрып, сол сынақтарға сынбай, алға қарай ұмтылып, жалпы қорықпау керек еш нәрседен. Тәрбие, сол отбасынан көрген тәрбиеңізді осы халыққа көрсетіп аласыз, халықтың өзі жақсарып тәрбие аласыз, оны көріп тұрмыз. Сондықтан осы құтты болсын. Жаңағы ауылда Олжас деген ағамыз, үлкен ағамыз, осы жаңа келген ағаймен таныстырғанына, осы ат саласына жетіп ол кісімен таныстырамыз. Бәйгеге дастарханда сол ағайдың үйінде қонақ болып өтеді. Осы ағайымды таныстырғанымызға өте алғысын айтады, рахметін айтады. Ағайымыздың жалпы сөзі, әңгімесі, іс-қимылы тұнып тұрған тарих. Ағайымыз Алла разы болсын.